Айтыс сөздің барымтасы деп Мұхтар Әуезов айтқандай, шығыстағы бірінші саналатын Шәкәрім университетінің қабырғасында жас айтыскер ақындар бас қосты. Сөз қадірін жасынан жетіп білген ақындар суырып салманың нағыз өнерін көрермендерге паш етті. Қазылар алқасы айтысатын жұптарды жеребе арқылы анықтады. Айтыстың ерекшелігі де осында. Айтыстың негізгі мақсаты жаңа шыққан ақындардың өнерін әрі қарай шыңдау. Бүгін Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті және университет ішіндегі Дулат Бабатайұлы атындағы ақындар орталығының ұйымдастыруымен үлкен бір жыр додасы өтіп келе жатыр. Бұл жыр додада осы Шәкәрімнің қасиетті қара шаңырағынан түлеп ұшқан, сыртта жүрген, қаламызға танымал болып жүрген айтыс ақындарымен дәл қазіргі сәтте осы университет қабырғасында оқып жүрген жас түлектердің арасында жекпе-жек айтыс өтпекші. Айтыстың тақырыбы өлең сөздің патшасы. Енді негізгі мақсаты жастардың аяқ алысын аңдап бағу және көпшілікке, көрерменге жыр додасын сыйлау. Мынау суырып салмалықты, шапа-шапты шыңдау мақсатында сахнадан жеребемен жұптап, жаңағы ақындарды бір-бірімен айтыстырайын деп тұр. Бұның өзі жаңағы ойлаған адамға кез келген жерде бола бермейтін дүние. Сондықтан бүгінгі айтыстың мақсаты да жаңағы халыққа беретін рухани байлығы да ерекше деп білем. Өйткені студенттер жаңа көрдік, залда толып отыр. Бұл жаңағы Шәкәрім университетінде өнердің кенжелемегеніне, өнердің әлі өзінің алатын орны бар екендігіне бірден бір дәлел. Сондықтан бүгінгі барлығы қатысатын айтыскерлерге, ақындарға ақ жол тілейміз. Мықты алла ауыздарына дуалы сөз салып, абыройлы айтыс болсын деген тілек бар. Ақынның талмаса тілмен жағы, халқымның айтылады мұңмен зары. Шәкәрім университетінде 3 жыл оқып келе жатқан Әділхан Іңкәрбек студенттің қызықта қиын өмірін жырлап келеді. Бұл жолда Іңкәрбекті қолдауға келген студенттің қарасы мол. Көсілген арғымақтың біреудің көшіңнің қалмайын деп қатарыңның, Алланың ақын деген пендесімін, серігі өмір дейтін сапарыңның, шайырларды шығарған шежірері, армысың шаңырағы Шәкәрімнің айтын. Ал қалайша айтқан сөзім нық келмейді. Жалпы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жастарға сеніп, кешегі Мағжан сенген жастарға елбасы да артып осы жастар жылына байланысты бағдарлама ашқан себебінен осы Шәкәрім университеті өстіп үлкендермен Шәкәрімде оқитын студенттердің арасында осындай үлкен айтыс дода жасап отыр. Осы додада, осы айтыста осы үлкендермен асып түспесекте зең қағысып, тең түсіп, тең дәрежеде өнер көрсетеді деген сенімдеміз. Жұрт көпшілік алдында сөз сайысына түскен ақындардың жеңіске жету жолындағы тапқырлығы мен алғырлығына куә болып, солардың біреуінің намысын жыртып, тілеуін тілейтін жанкүйеріне айналды. Бұған айтыстың сауықшылдық, эстетикалық ләззат беретін сипаттары да айтарлықтай қызмет атқарды. Ергел Тілеуқұл, Еламан Сәрсенбаев, Сұңқар Толымхан, ТВК Алты арнасы.